Барлығыңызға сәлем достар, English Time каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода Қазақстандағы 8-ші сынып оқушыларына арналған ағылшын тілі кітабының алғашқы грамматикалық тақырыбымен таныстыратын боламын. Алғашқы грамматикалық тақырып ing forms деп аталады. Егер де осы тақырып туралы толықтай білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Осылайша сіз қазақ тілді ағылшын каналының дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Егер де қолыңызда осы кітап болатын болса, 114-ші бетін ашып қарап отырсаңыз болады. For most ing forms we simply add to the infinitive. Яғни, көп жағдайда ing жалғауы етістіктерге жалғанады. Инфинитив дегеніміз қазақ тілімен салыстыратын болсақ, тұйық етістік дегенді білдіреді. Мысалы, finish, finishing, аяқтау, try, trying, тырысу, consider, considering, қарастыру немесе санау деген мағынаны білдіреді. We need to make spelling change to some verbs. ing жалғауын жалғау кезінде ағылшын тілінде бірнеше ережені сақтауымыз керек. Ал ендеше келесі ережелерге назар аударайық. Бірінші ереже, егерде етістік и әріпіне аяқталып, оның алдында дауыссыз әріп келетін болса, и әріпі ing жалғауын жалғау кезінде түсіп қалады. Мысалы, leave, leaving. Яғни, leave сөзі и әріпіне аяқталып тұр, және де оның алдында v әріпі тұр, сондықтан да ing жалғауын жалғаған кезінде и әріпі түсіп қалады. Дәл осы секілді write, writing, жазу деген мағынаны білдіреді. Келесі екінші ережеге назар аударайық. Егер де етістік дауыссыз әріпке аяқталып, бірақ оның алдында дауысты әріп келетін болса, ing жалғауын жалғаған кезінде соңғы тұрған дауыссыз әріп екі еселеніп жазылады. Мысалы, chat, chatting. Яғни t әріпі келіп тұр, және де оның алдында a дауысты әріп, сондықтан да ing жалғауын жалғаған кезінде chatting болып t әріпі екі рет жазылып кетеді. Дәл сол секілді plan, planning, n әріпі екі рет жазылады. Келесі ережеге назар аударайық. Егер де етістік и әріпіне аяқталып, оның алдында I әріпі келетін болса, ing жалғауын жалғаған кезінде екі әріп қосылып, y әріпіне аяқталып кетеді. Яғни lie, lying. Жату деген мағынаны білдіреді, келесі die, dying, өлу деген мағынаны білдіреді. We use the ing form as a noun. Ағылшын тілінде ing формасы арқылы жасалған сөздерді зат есім ретінде қолдана аламыз. Ал ендеше келесі мысалға назар аударайық. Swimming is great exercise. Жүзу тамаша жаттығу деген мағынаны білдіреді. Келесі my hobby is dancing. Менің хоббиім билеу. Яғни бұл жерде ing жалғауы жалғанған сөздер зат есімнің рөлін атқарып тұр. Келесі ережеге назар аударайық. We use the ing form after certain verbs. Яғни ағылшын тілінде ing формасындағы сөз негізгі етістіктен соң қолданылады. Бірінші мысал, she suggested buying the phone. Ол телефон сатып алуды ұсынды деп аударылады. Екінші мысалға назар аударайық. I don't mind helping you. Мен сізге көмектесуге қарсы емеспін деген мағынаны білдіреді. Ал енді басты ережені есте сақтап өтейік. Көп жағдайларда келесі етістіктерден кейін ing формасы қолданылады. Келесі етістіктерді міндетті түрде жаттап алуымыз керек. Be good at – қабілетті болу, be bad at – қабілетсіз болу, can't stand – шыдай алмау, celebrate – тойлау, don't mind – қарсы болмау, enjoy – рахаттану, hate – жек көру, imagine – елестету, like – ұнату, love – сүю, miss – сағыну, practice – тәжірибе жасау, recommend – ұсыну, suggest – ұсыну деген мағыналарды білдіреді. Бұл етістіктерді міндетті түрде жаттап алуымыз керек. Сонымен қатар, кейбір жағдайларда ing жалғауы жалғанған сөздер сөйлемде толықтауыштың қызметін атқарып жатады. Ол үшін келесі мысалға назар аударайық. We miss you telling us jokes in class. Бұл сөйлем, мен сенің сыныпта бізге әзіл айтқаныңды сағынамын деп аударылады.
Бұл жерден байқайтынымыз miss деген сөз сағыну деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл етістік жаңа айтып өткен етістіктердің арасында бар болатын. Сондықтан да қайта еске салып өтейін, ол етістіктерді міндетті түрде жаттап алуымыз керек. Келесі ереже бойынша ing формасындағы сөздерді әрқашан демеуліктерден соң қолданамыз. Мысалға назар аударайық. She spends a lot of money on going to concerts. Яғни бұл сөйлем, ол көп ақшасын концерттерге барып жұмсайды деп аударылады. Яғни бұл сөйлемде қолданылып тұрған демеулік spend on, яғни жұмсау деген мағынаны білдіреді. Міне достар, бүгінге айтар мәліметтер осымен аяқталды. Сіздерге бүгінгі тақырып, бүгінгі грамматикалық тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сізге түсінікті болса, осы берілген тапсырмаларды өз бетіңізше орындап көріңіз. Сізге егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Сонымен қатар жанындағы қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, менің видеоларымды ешқашан жіберіп алмайтын боласыз. Осылайша сіз қазақ тілді ағылшын каналының дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Ал ендеше сау болыңыздар.